Бас бәйге менен бірінші орынға қазір сөз сайыстыратын екі ақынды ортаға шақырғым келіп отыр. Жақсылық Орынбасар, Астана қаласының ақыны. Алматыдан келген Ринат Зайытовты шақырайық. Сәт келсе Аллаға да майқаяға оңдайтұғын, жырым бар көпшілікке жолдайтұғын, жаңағы концерт біраз мысал болып, бүкіл ел ақиқаттың көрді айқынын. Мың аспаппен түріктер шығып еді, көрдік деді талайдың ондай түрін. Қолымызын құшақтап ап қырғыз жүрсе, кім білсін оның не деп толғайтынын. Деп ән айтқандар тағы шықты. Әркімнің өз өнері бар қорғайтұғын. Бірақ соның бірі де таба алмады, бұл жаудан шу қиқуды қолдайтұғын. Алақан шығып еді барлығында, дүбірлеп кеттіңдер ғой алмайтыным. Енді олардың бәрі де ұққан шығар, қасиет бізден басқаға қонбайтынын. Әлемнің мың аспаны бостандағы қазақтың домбырасындай болмайтынын айқаяқ. Жар бол деп тағы келдім Тәңір Алла, түсейін жақсылықпен тағы жолға. Бұл жерде ақындардың біраз отыр, үлгерген санайтыстан алып олжа. Серік Айбек, Серікзат Айнұрлар бар, қалмаған дода десе бәрі жолда. Дүбірлетіп дәулет керей осында жүр, осында отыр Бауыржан Халиолла. Солар менен айтысып жүруші едім, арайлап атушы еді таңым онда. Жастай менен жарысып көрсін енді, солардан қалып қойған кәрі жорға айқаяқ. Алмайтын айтыс десе сірәтінім, сен едің жақсылықтай сұрапылым. Екеумізді теңдей қып бағалаған қазылар ғой айтысты ұғатығын. Қайтадан сілкілесіп көрейікші, байқасын ел одан не шығатынын. Екі қошқар сүзсе деуші еді жұрт, айтыстың көріңіздер мына түрін. Осы жерде байқатып кетейікші, қайсымыздың мүйізіміз сынатынын айқаяқа. Ай, Ринат не деп маған шалқаяды? Ақынның айтатығын бар қой әні. Ринат, қазақтың сен дүлдүлісің, қолдайтын Атырау мен Алтай әлі. Қартайдың деп бастадың өлеңіңді, мынауың қалай шалқаяды. 73-те батшамыз ел басқарып, ойламаймын жүзінен әртаяды. Сондықтан кәрімін деп айта көрме, жаман қой сенінде қартаяды ой. Ай, ойламаңдар жақсылықтың шері жоқ деп, Алланың берген өзі 10 рет деп. Мен өзім
өзім Қытай жақта туылып ем, таяқпенен тамақты көбірек жеп. Әйтеуір азаттықтың арқасында аман сау жетіп алдым елім ептеп. Мені халық шығарыл сахнасына осыдан бір нәтиже көрінеді деп. Негізі оралмандар жүрушеді, базар мен көші-қонды төңіректеп. Бір оралман мінекей финалда жүр, Астана қолдаған соң Астана елі көптеп. Ойпырмай деп ойланып отырсыңдар ма, осылардың жері жоқ деп айтып. Ринатпен астасам да, әңгімені төтеден бастасам ба, бала тудырсам дағы жарасат деп, әсемге айтып едің дос болсаң да. Ал бүгін Айсәулеге қол салам деп, сахнада жасадым басқа шаруа. Әсемде Айсәуледе найман еді, болар еді әдебіңнен аспасаң да. Айғыр екеш айғырда білесің ғой, қандасына шаппайды ешқашанда. Алаштың арқыраған Ринаты айғыр қолды ақылың жоқ басында. Осы менен болдың ау жоба менен, аяқ асты таусылар шама деген. Басқа түгіл әйелімде найман менің, бауырым ойлап бара сана менен. Жет атаға толып жатса жақын емес, айт деп айтқан бабаларды дана дерем. Әзіл сөзің жарасса ойнап күліп, қол түгілі голды да сала берем. Қазақта 3 миллион найманы бар, қайсының ағасы бола берем айқая. Жақсылық қасиет барда жеріңде, өсиет барда еліңде. Мынау финалға шыққан соң көріндау түбің сенің де. Шыға салып сахнаға оралманмын дедің бе? Ол сөзді кімдер шығарған, бауырым олай бөлінбе. Байта Қазақстаның атамекенің сенің де, атамекенің менің де. Тарихы қайта табылған, кеше күні жоғалған. Аяқ асты сөнбесін көкіректегі көп арман. 58-де бер қарай әкемді ертіп оралған, менің де атам оралман. Қарағым, жаман қой деп сен мені қойға тағы тең едің. Айтқың келсе айта қой, оныңа да көнемін, оныңды қате демедім. Баяндар болсам себебін, мен әу бастан қойсынды жуас қазақ еледім. Ибрахимге жұмақтан жерге түскен төледім. Ел басына күн туса еркек тоқты құрбандық деп ұранда бөлемін. Айтар болса ақындар аузына сөзін шақтасын. Ақын болсаң жақсылық жөн жаққа бұрғын атпасын. Оның рас мен қоймын, қойымды қазақ, қойларын қазақ мақтасын. Момын қазақтың ұрпағын шошқа болғаннан сақтасын айын. Ай, Ринат, ашуланып не дегенің? Әйтеу сылтау табуға шебер едің. Қол түгілі гол салам деп айтасың. Мен болсам дәл ұяттан өлер едім. Сенің де әйеліңе бір найман кеп, гол салам деп айтса не дер едің? Дұрыс сөйле, тілекті оңғарғасын,
Алдыңызда шырандай ел болғасын. Бөтен сөзбен бұлғамай сөз арасын. Ақындар жаман сөзді қолданбасын. Бауырым оразаға 3 күн қалды. Оны да ұлықтарымыз ел болғасын. Бәрі бірде біреудің әйелі ғой. Халықта сезіп отыр жөн болмасын. Әйелдерге сап жүрген сол қолыңыз жұмаққа төте салған жол болмасын. Ай. Жақтырмаймын жалған сөйлер адамды онша. Қылып ал қылатығын шараң болса. Әйелім найман болса жазғырменді. Оның тиер зияны бар маған қанша. Қазақ қызға қазақ жігіт жанашыр боп, бір емес екеуден ал адал болса, қазақ қызы қазаққа қатын болсын, шетелге тиіп кетіп жоғалғанша айқай ай ай. Басында жеткілікті білім деген, көздерін көмбе көрсе күлім деген. Нағыз жүйрек шабағы зат деген бар еді. Жақсылық екпін қайда дірілдеген. Екі ақынның арасы тату болып, жөн шығар ел арасы бүлінбеген. Мен өзіңді інім деп жақсы көрем, адалдығын айталсам шыным менен. Ел мерейін өсіріп кетейінші, қасымдағы отырған інім менен айқай ай ай. Жарайды қысыр сөзге тоқталмайық, одан да айналаны дөп барлайық. Біріміздің мінімізді қазамыз деп, қисық ауыз ақындар боқпалмайық. Одан да мынау елдің жағдайын жақсылық шама келсе ақбарлайық. Соны көтер алдыңдағы мынау халық, елеңдеп қос құлағын отқан жайып. Сенің қатының мынандай деп сөйлемей, қазағымның жағдайы деп толғайық айқай ай ай. Бір сөзімді 10 сөзбен тойтарасың. Қазақ қызы қазаққа қатын болсын дегенді айтып сахнада жайқаласың. Гол жайлы әңгімені доғарайық, сахнада әдепсіз боп байқаласың. Сен өзі сахнада сөз бұзғышсың, енді қалай ақын деп айта аласың. Барлық найман әрине қатын болмас, үйтіп айтсаң шаңырақ боптан шайқаласың. Ринаттың дүрілдетпес аты кімді, атағы дүркіретті шақырымды. Реп айтып жүрушең анда-санда, жігіттің сахнада заты құнды. Ақылбек Жеменей мен ребіңде сөздерің судай болып сапырылды.
Қазақтар бір-біріңді атпаңдар деп ел жұртыңа айтыпсың нақылыңды. Атпаңдар, сатпаңдар деп айтып алып, өзің бастап жүрсің ғой жатырымды. Мысалы, интернетті қосып алсаң, көресің Ринаттай батырыңды. Қазақтың жігітіне қару кезеп, жаудай санап тұрсың ғой жақыныңды. Өз айтқан сөзін өзі істемесе, айналаға береме ақын үлгі. Халық ақыл айтқанда кереметсің, су басып тұрса дағы шатырыңды. Айнаға қарап тұрып айтпаймысың, айналаға айтатын ақылыңды ой. Бауырым, өз шамаңды байқағайсың. Сен бүйтсең шатырымды шайқамайсың. Интернетті қопардым деген сөзбен басқалардың айтқанын қайталайсың. Ендешінім Ринаттың сырын білсін. Құлағыңа ағаң жауап, ілін жүр, іліндірсін. Өткенде де айтып ем Мейірбекке, көпшілікке ақтаратын сырым болсын. Мен мылтық ұстағаннан арланбаймын, атамнан қалып кеткен ырым болсын. Қазаққа көз сүзетін дұшпан болса, мылтық ұстай аларымды біліп жүрсін. Айқай ақау, ай, ай. Бұл бәйге болмас бізге осал бәйге, жеңісте оңайлықпен жасалмайды. Дайындықпен шабуыл жасаған мен, дайындықсыз құрықтан қаша алмайды. Мен саған елдің жайын айт деп едім, мынауың интернеттен аса алмайды. Бауырын бүйте берсең айтыстағы, сапарыңның ешқашан көш оңбайды. Айтылған ақылыңды нағылайын, басыңның тұра берсін бағы дәйім. Ағайын жұртым аман болып тұрса, мен де дәйім алдынан табылайын. Сен айтпасаң өзім аға айтайыншы, бір шумақпен қазақтың жағдайын. Айқай ақау, ай, ай. Бұл күнде ақиқаттың көп хабары, қазаққа өзге ұлттардың от жанары. Қазақстанда басқа ұлттардың бәрі жақсы, қазақ қана болып тұр сотқар әлі. Жаңаөзенде көтеріліс басталса егер, адаспай қазақтарға оқ барады. Самолет құласа да қазақ өледі, кімдермен тартады екен көкпар әлі. Ұйғыр менен қазақтар қақтығысады, қазақ тағы кінәлі боқпалады. Шешендер мен қазақтар атысқанда, шешен емес қазақтар сотталады. Бір челақ кеп олаз болса 40 кетеді, шекараны қорғаған көп баланы. Ағайын байқайсың ба бұл заманда, қазақ болу қауіпті боп барады. Айқай ақау, ай, ай. Осымен бос әңгіме құрамай көп, екеуміз аттан аяқ сыңарай боп. Мен де сені мақтайын жақсылығым, жақсылық бір шабуға шыдадай деп. Қол ұстасып осымен қоштасарсың, остан босқа төзіміңді сынамай көп. Кете
Кетеріңде айтатыным жалғыз ақ сөз. Ринат жаман деп өлең құрамай кет. Тым болмаса кешегі барыстағы күрескерлер сияқты жыламай кет, айқай ақау. Сенен кем қалам ба? Сағынада ел жайлы толғағанда, ел жайын айтпадың деп кінәлайсың. Мәселені өзің кеп жалғағанда, сен айтқан мәселеден де маңыздырақ жағдайға менің сөзім арналар ма? Ешқашан каусарына қанбас құмар, еркіндікте еді ғой ең басты нәр. Бірақ та соңғы кезде сөз көбейді, сол шағы көңіліңе шаң бастырар. Мысалы Азиядай кітап жазған көрушек Сүлеймені Олжастынар. Сол көкең орыстарсыз күнің жоқ деп сөз айтты, намысыңа мөр бастырар. Қазақтарға азаттық қауіпті деп айтқан сөзі қорлады, қандасты бар. Орысшыл Олжастарың бүйте берсе, мәңгүрттік ауруың мәңгі асқынар. Қазақты Ресейге қайта қосып, кеңестің ізін қайта жалғастырар. Өздерінің наны үшін орыс тілін мемлекеттік тіл қылып заңдастырар. Олжасты айтақтаған орыстар ғой, қамданбасаң аянып қалмас бұлар. Осылай ішімізден ірткі салып, төремес төбемізге малдас құрар. Орыстан осы бастан сақтанбасаң, әлі талай олжасты алжас қылар. Олжастарың осылай оянбай жүр, шалдар бүйтсе оңады қоғам қайбір. Ұлтымыз азат болды деп жүрміз ғой, рухымыз толық азат бола алмай жүр. Біреулер Ресейге қосылсақ деп арам ойын айтудан аянбай жүр. Қуғын сүргін құрбандарын еске алмайық, Ресей ренжіп қалар дей алмай жүр. Бодандықтың қотыры жазылғанмен қазақтар қасыны доғармай жүр. 70 жыл жіліншігін қиғаншыдер, шешілсе де әлі де аяңдай жүр. Аяғы қақсағанын қойғанымен өздері ақсағанын қоя алмай жүр. Бар құрметке шақ болайық, халықтың құрметінен бақтабайық. Бір айтыста жолықтық, екі рет жолықтық қой, шынайы доспыз ғой деп мақтанайық. Олар ел бірін бірі батыр дейді, бізде сол ізді жалғап шаттанайық. Айтыста сахнада күрескенмен, өмірде бір-бірімізге жақ болайық. Сондықтан қазағымның ерлерінше сахнада құшақтасып мақтанайық. Бәрекелді. Айтыстың бағасын беріп жіберейік, қазылар алқасы. Жақсылық орынбасардың бағасын берейік, шағайын. Барлығы бірдей 10. Ринат Заевтың бағасын берейік. Барлығы бірдей 10. Қазір енді марапаттауға қазылар алқасымен сахнаға шақырайын, рұқсат болса. Қазір 3-ші орынға сыйлық тапсыратын мәдениеттанушы Нұрлан Асқаров және шын жүйрік ақын Айбек Қалиев 3-ші бәйгесін иеленіп отырған ақындарды сахнаға шақырайын. Жамбыл облысының ақыны Әлік Бекмұсаев, Қарағандылық ақын Білімбек Сексентай 150 мың теңге көлемінде ақындар сыйлығын алып жатыр. Екінші орынды марапаттайтын профессор Диқан Қамзабекұлы, 10-ға жуық жыр кітаптарының авторы Бөрібай Оразымбетовке кезек беріп қояды. Екінші орынның иесі Айсәуле Бейсенхан және арқалықтан келген азамат ақын Тоба Өтепбаев. Мына бүгінгі Ринат пенен Жақсылық екеуі бірдей шапты. Қазылар алқасының шешімімен екеуіне бірдей бүгінгі сыйлықты бөліп отыр.